партия комитетінің басшылары, саяси мәслихаттың басшылары, тіпті ең төменгі шегі ауданның партия комитетінің бірінші хатшысы, ауданның ішкі істерінің, қару жарақ бөлімінің және ауданның ұлттық қауіпсіздігінің, мемлекеттік қауіпсіздігінің қызметтерінің бірінші хатшылары көретін құпия құжат екен. Ал бұл құпия құжаттың таратылу формасы да ерекше болыпты. Жаң Тяньлян профессордың айтуынша, бұл Қытайдағы соңғы кезде құрылған Баумиджүй дейтін мекемеде қана сақталыныпты, және сол мекемеге аталған сол әрбір өлкелік, облыстық, аймақтық, аудандық деңгейдегі категориясы толатын, яғни Қытайдың коммунистік категориялық жүйесіндегі басшылық категориясы толатын басшылар барып, қолын қойып, әлгі құжатты тек оқиды екен. Фотоға түсіруге, копиясын алуға, сақтап алуға болмайды екен. Әр адамның оқуына шекті мерзім беріліпті. Яғни Баумиджүй деген бұл мекеме Қытай тілінен аударғанда құпиялықты сақтау мекемесі деген мекеме. Бұл да Қытай қоғамдық қауіпсіздік мекемесі, Қытай қауіпсіздік мекемесі, Қытай мемлекеттік жоғары басқару комитеті деген сияқты қат-қабат ұлттық қауіпсіздік қызметтерінің ішіндегі тағы да осындай Қытайдың ішкі жағындағы лауазымды тұлғаларға жеткізілетін құпия құжаттарды, құпия архивтерді сақтайтын, және Қытайдың мемлекеттік құпиялығын қадағалайтын, қандай да бір мемлекеттік маңызды мәні бар заттар болатын болса, бұл құпиялықтың әшкереленіп қалуының алдын алуға жауапты мекеме осы Баумиджүй, яғни Қытай құпиялық сақтау мекемесі болады. Бұл да сол Қытайдың қат-қабат ұлттық қауіпсіздік шпиондық мекемелерінің бірі. Енді қараңыздар, бұл Баумиджүйге әлгі құжатты тіке Пекиннен арнайы адам алып келген. Арнайы сол бір құжатты алып келген адам сол әрбір тиісті өлкелік, қалалық, аймақтық, облыстық, аудандық деңгейдегі құпиялықты сақтау мекемесінде отырып, сол жергілікті тұрғылықты жердің категориясы толатын лауазымды басшыларын шақырып алып, бірден қолын қойғызып, әлгілер тек құжатты оқып, сосын оқыдық, түсіндік деп қол қойып кетіп отырған. Енді аудандық деңгейдегі партия комитетінің бірінші хатшысына дейін бұндай құпия құжатты оқи алды деген сөз, бұл құпия құжаттың құпиялығы да белгілі болды деген сөз. Себебі ойлаңыздар, Қытайда анау үлкен 9.600.000 шаршы километр келетін территорияда қанша аудан бар? Ол ауданда қанша компартияның басшылары бар? Соның барлығын есептесеңіз, бұл арада бұл құжат кәдімгідей жоғарғы деңгейде тек өлкө басшылары ғана білетін құжаттардан гөрі әлде қайда кең тарайтын құжат болып отыр. Демек, соншама көп коммунистің ішінен біреуі шығып, енді бұны батыстың демократтарына жеткісе, оған таңырқауға болмайды. Демек, бұл құжатты неменеге қазір осы тарала салысыменен бүкіл дүниежүзі таңырқап отырып талқылады десек, бұл құжатта сауда соғысы, Трамптың кедендік тарифіне қалай қарсы тұру, және ең соңында Тайван аралы маңында Америкаменен бір реткі үлкен зор көлемді соғысты ұйымдастыру мәселесіне дейін талқыланыпты. Демек, ендігі уақытта дүниеде Орта Шығыс мәселесі жайына қалып, Орыс-Украин соғысы шыққанындай, Орыс-Украин соғысымен қатар Газа мәселесі ушығып, оған Йемен хуситтер мәселесі қосылып, оған Иранның бір жолда 6000 зымыранды Израильге атуы, ары қарай оның алдында Хамастың бір жолда 6000 зымыранды Израильге атуы, сол сияқты қалың Орта Шығыстың былықтарынан кейін Орыс-Украин соғысы шығып, Орыс-Украин соғысының арты Сириядағы орысшыл Башар Асад билігінің құлауына алып келген болса, енді бұл соғыстың арты Трамптың сауда соғысына жалғасып, сауда соғысының арты Тайван теңізіндегі Америка менен Қытайдың ортасындағы үлкен қарулы қақтығысқа апаратын сияқты. Енді анализ жасаушылардың сөзін әлгінде таңғы шайымызды іше отырып қысқа нұсқа бір шолып шықтық.
Онда анализ жасаушылар Қытайдың жоғарғы саяси шешім қабылдайтын ең жоғарғы лауазым тұлғаларының ішінде бір көзі ашық, көкірегі ояу, халықаралық геосаяси жағдайды білетін, немесе Қытайдың дәл қазіргі аса қысталаң, қиын жағдайын білетін, экономикалық қиыншылығын білетін бір басшы жоқ деп отыр. Олардың айтысында Ши Цзиньпиннің айналасындағы кадрлардың барлығы дерлік сол Ши Цзиньпин сияқты 5-ші сыныптық, 6-ші сыныптық, яғни 6 класстық қана білімі бар сұмырайлар дейді. Бұл бір. Екіншіден, бұл Ши Цзиньпиннің өзі және оның айналасындағылардың барлығы Мао Цзедун кезіндегі мектептерді жауып, университеттерді қиратып, профессорларды соттап, өлтіріп жатқан заманда білегіне қызыл борлат байлап алып, бүкіл атта шап, қырда жой дейтін қызыл белсенді адырақ байлардың заманы болды дейді. Яғни бұл замандағы билікке келіп қалған бұл жастар не жоғарғы білімі жоқ, не халықаралық геосаясаттан хабары жоқ, жастық өмірі, яғни өздерінің ең бір еске алатын, сағынышпен еске алатын бал дәурен кездері сол ұр, соқ, қират, шап дейтін Мао Цзедунның солақай саясаты кезіндегі мәдениет зор төңкеріс, оңшылдыққа қарсы күрес, солшылдыққа қарсы күрес, зор секіріп ілгерілеу, 15 жылда Англияны басып озу, 20 жылда Американы басып озу, бүкіл жер шарының бұрыш-бұрышына коммунистік партияның қызыл туын ілу дейтін солақай маркстік, лениндік, сталиндік, маудық, фундаменталистік, радикалдық, фашистік, коммунистік, социалистік идеологиямен басынан бақайшығына дейін, тісінен тырнағына дейін уланған фундаменталист коммунистер дейді. Яғни Ши Цзиньпин өзінің айналасына тура өзі сияқты есер соқтарды жинады деп отыр. Сондықтан бұл есер соқтар бейне кезіндегі Жапония, Италия, Германия фашизмі бүкіл дүние жүзін үшке бөліп алу үшін жан таласып қырғын соғыс жасағандай. Бейне осыдан 83-85 жылдың аржақ бер жағында адамзат тарихында болмаған ең сұрапыл соғыс, сойқан, қырғын болғанындай, мынау 6-шы сыныптық, 5-ші сыныптық қана білімі бар бұл дүлейлерде сол маркизмдік, маудық, сталиндік, лениндік фундаментализмменен әбден ауырғандықтан бұлар дүние жүзінде өздерінің күшін асыра бағалап отыр дейді. Олар тіпті қазіргі соғыста Америкаменен өздерінің мүлде тепетең тұра алмайтындығын біле отырса да дейді. Оның аржағын, зардабын сезініп те тұрған жоқ дейді. Және бірі бұлар осығанға дейін Қытайдың ішкі экономикалық қуатын, сыртқы дипломатиядағы қуатын, тіпті Қытайдың ғылым технологиядағы қуатын, қорғаныс саласы, әскери салада қуатында бұлар асыра мөлшерлеп отыр дейді. Коммунистік, фундаменталистік, номенклатуралық, әміршілдік жүйеде қабат асыра репорт жасау, қабат бірінен бірі асырып, жоғары жақтан сыйлық, мадақ алу үшін жасалатын өтірік құжаттар менен өтірік баяндамалар, өтірік докладтар, өтірік отчеттар, өтірік есеп берулер ең соңында Пекинге барған кезде Қытайдың өз басшыларын, Қытайдың барлық коэффициенттерін, яғни ішкі экономикалық мүмкіндігін, сыртқы дипломатиядағы мүмкіндігін, әскери күш қуаттағы мүмкіндігін, қару-жарақтағы мүмкіндігін, технологиялық мүмкіндігін асыра бағалауға, сосын өзін шексіз құдірет екен деп сеніп, енді әлемдік алпауыт Америкамен алысуға итермелеп отыр дейді. Бұл ақпарат өте шұғыл болғандықтан мен сіздерге осылай қысқа нұсқа жеткіздім. Енді ертеңдер, мүмкін оның арғы уақыттарында бұл Қытайдың құпия құжатының мәтін күйіндегісі де әлеуметтік желіде тарауы мүмкін. Ол кезде біз оны аударып сіздерге мәтін күйінде YouTube-тың пост бөлімінде және Серікжан Біләшұлы Telegram каналында және Атажұрт WhatsApp каналында жариялауымыз мүмкін. Қазіргі ұзын ырғасы Қытай кедендік соғысқа, мынау сауда соғысына, кедендік тарифке қарсы неге сонша құтырына Америкамен ұстасып отыр дегенге осы құпия құжат бірден бір жауап болып отыр. Жұрттың бәріне белгілі 145% Американың салығына қарсы Қытайлар 125% кедендік салық, кедендік тариф енгізіп отыр. Енді бұдан зиян шегетіні тек Қытай ғана.
Себебі жұрттың бәрі, бүкіл дүние жүзіндегі көз ашық көкірек ояу адамның бәрі біліп отыр. Қытай сатушы, өндіруші, Америка алушы, тұтынушы. Ал Америка үшін алғанда Қытайдың нарығы тек 5% ғана ұстайды. Яғни Америка бүкіл дүние жүзіне $100 тауар сатса, оның $5 ғана Қытай нарығына сатылады. Демек, тұтас Қытай жер бетінен жойылып кетсе де, Американың тауар өндірушілері үшін алғанда оның келер кетері жоқ деген сөз. Ал керісінше, Американың 300 миллионнан артық халқы тұтынатын тауардың дені, киім, кешек, электроника, тағы басқа тұрмыстық техника, тіпті азық-түлік, шұрым-бұрымның барлығы дерлік Қытайдан енеді. Қытайдың ресми дерегінде бұл 25-35%-ға дейін ұстайды. Бірақ Мексика, Канада арқылы, Вьетнам, Камбоджа, Тайланд арқылы, тағы басқа оңтүстік Америка елдері арқылы жалғаннан сол елдерде өндірілді деп Америкаға экспортталатын тауардың бәрімен қосқанда, Қытайдың бүкіл экспортының 50%-дан астамын Америка ұстап отыр. Демек, Америка кедендік тарифті көтеріп, сауда соғысын бастаған кезде бірінші кезекте ойбайлап, аңырап, жылап, зар заман салып кеткендер әрине Қытайдың тауар өндірушілері, завод, фабрика иелері және экспорттаушы компаниялар менен тауар таситын компаниялар және осыған қатысты жалпы сол тауар өндірушінің жаңаға айналасындағы компаниялар болды. Мысалы, бір костюм шалбарды өндіретін болса, оның түймесін бөлек компания өндіреді, оның матасын бөлек компания иіреді, оның жібін бөлек компания жасайды, бояуын бөлек компания жасайды, оны кесіп пішетін бір бөлек компания, ең соңында дизайнымен тігетін бөлек компания болуы мүмкін. Әдетте, Қытайдың дамыған, өркендеген Гуандун, Жыжаң, Жаңсу сияқты өлкелерінде тауар өндіретін осы ең басты теңіз жағалауындағы, шығыстағы өлкелерінде бұндай зауыттар өте көп. Тіпті Гуандунда кісі басына бір зауыттан тура келеді деп баяғының баяғысында өздері әзілдеп айтатұғын. Енді бұның барлығы шетінен бірінен кейін бір жабылып жатқан кезде, әрине Қытайдың ішкі жағында үлкен толқу туып жатқандығын мен бұдан бұрынғы видеоларымда сіздерге аударып жеткіздім. Кейбір видеоларды YouTube'те салу мүмкін болмағандықтан, патент сұрайтындықтан мен ол видеолардың түп нұсқасын Атажұрт сызықша Серікжан сызықша Біляш Instagram парақшасында және латын жазуындағы Серікжан Біляш Facebook парақшамда және Телеграмдағы Серікжан Біляшұлы арнамда және WhatsApp'тағы Атажұрт арнамда жарияладым. Ол арадан сіздер сол видеолардың түп нұсқасын қазақша аудармасымен көре аласыздар. Енді қараңыздар. Биыл Қытайда оқу бітіретін студенттердің саны 10-12 миллион дейді. Былтырғы Қытайдың ресми дерегі бойынша Қытайда былтыр оқу бітірген 12 миллион студенттің тек 3-1 ғана жұмыс тапқан дейді. 12 миллионның 3-1 тек 4 миллион. Яғни, былтыр оқу бітірген студенттің 4 миллионы ғана жұмыс тапса, 8 миллионы жұмыссыз қаңғып жүр дейді. Ал биылғы оқу бітіретін 12 миллионнан артық студенттің биыл міне алда келе жатқан май айының соңы, июнь айының басында Қытайдан диплом алып шығатын 12 миллионнан артық студенттің биыл жұмыс таба алатындары 3-1-не де жетпейді деп отыр. Көп адамдардың айтысында 5-1 де жұмыс таба алмайды дейді. Яғни биыл бітіретін 12 миллионның 2 миллионы жұмыс таба алса, онда Қытай мықты Қытай болған сипаты дейді. Тіпті сол 12 миллионның дені жұмыс таба алмай тентіреп қалуы мүмкін дейді. Енді есептей беріңіз. 12 миллион студенттің 10 миллионы жұмыс таба алмай қалса, қаны қызып тұрған, жаңа ғана университеттен шыққан, ата-анасы, ата-әжесі, нағашы-ата, нағашы-әжесі тарапынан әуектетіп алақанға салынып, ішсе аузына қарап отырған бұл Қытайдың жалғыз ғана, жар дегенде жалғызым дейтін бір тал ұлы мен бір тал қыздары, олар университет кезінде олар барынша ойнап күліп өтеді. Жұрттың бәрі біледі, Қытайдың университеттері жын ойнақ. Қытайдың университеттері жын ойнақ. Себебі Қазақстандағы, Ресейдегі сияқты бұл жерде студенттер
қосымша жұмыс істеп, кафеде тәрелке көтеріп, қыздары жаңа бездектеп қонақ үйлерде, ресторандарда, тойханаларда жүріп ақша таппайды. Қытайда ондай ұғым да, ондай дәстүр де жоқ. Қытайда университет оқиды. Кәдімгі әке шешесінің ақшасын алып отырып оқиды. Университеттің жаңағы тағам жайы, асханасы, кітапханасы бәрі тұрады. Енді қараңыздар. Қандай мемлекетте студенттер мұғаліміне 5000 теңге пара беріп, 5 қойғызып, 4000 теңге пара беріп, 4 қойғызып, өтірік диплом алып шығады. Ол әрине кешегі совет сасыған стандарда. Тіпті Ресейдің өзінде ақшасын дұрыстап берсең, тастай қылып психолог деген неше түрлі саясаттанушы, халықаралық қатынастың маманы, жаңағы заң ғылымдарының докторы деген атақты Ресейдің өздерінің университеттері үлестіріп береді. Тек бағасына дұрыстап келісіп отырып, 5 жылдық төлем ақысын, оқу ақысын төлеп, қосымша сыйлығын беріп, міне деп берсеңіз, архивіңізді тастай қылып, қолыңызға шын таңба басылған дипломды беріп, әлгі университеттің веб-сайтында сіздің қай жылы оқуға кіріп, қай жылы оқу бітіргеніңізге дейін, ең соңында өзіңіз сияқты өмір сол университеттің қақпасының қай жаққа қарайтынын білмесеңіз де, сол өзіңіз сияқты бас қосқандардың барлығының біріккен фотосын фотошоппен жасап, сайттарына салып үлгереді. Міне, тура осындай құбылыс тек Совет одағында бар. Ал Қытайда студенттер ата-аналарының жағдайы жақсылары ғана оқиды. Кедейдің баласы Қытайда оқи алмайды. Себебі гранттың өзімен оқығанда да, кедейдің баласы грантқа түсіп отырса да, Қытайдағы жоғары тұтыну бойынша тамақ мәселесін шеше алмайды. Сондан Қытайдағы университеттерде жұмыс істейтін студент негізінен 1%-да 5%-ға да жетпейді. Ал Қазақстан сияқты параға әбден белшесінен батқан елде жұмыс істеп жүріп оқитын, әйтеу университетке түсті болып, ең соңында бітіретін студенттің пайызы 85-те 95%-ға дейін жетеді. Ата-анасының ақшасыменен тып-тыныш отырып, басын басқаға ауыртпай, тек қана кітап кеміріп оқып шығатын студент Қазақстанда 5%-ға да жетпейді. Енді ойлаңыздар, әлгі ағалақан тек әке шешесінің ақшасыменен басын қатырмай, университеттің ішінде жаңағы оқуын оққанда өлтіріп оқып, қызғыртыммен көңіл көтергенде де өлтіріп көңіл көтеріп, түнімен дискотекада жүріп, шарапханада жүріп, бұлайынан дипломында дұрыстап отырып алатын Қытайдың ағалақан студент ұлдары мен қыздары көшеге, қоғамға шыға салған сәтте, дипломын көтеріп шыға салған сәтте, оларды келе ғой деп отырған ешқандай мекеме жоқ. Мемлекеттік мекемеде толған, ал сауда, өнеркәсіп, өндіріс, завод, фабрика ол да кетеуі кеткен. Енді осы 10-12 миллион студент, былтырғы 8-де 10 миллион студент, олардың алдыңғы жылында мөлшермен айтылатын 5 миллион студент, олардың алдында жұмыс таба алмай қалған, әлі 4-5 жыл бойы жұмыс таба алмай қалған 3-4 миллион студент. Бұлардың барлығы Қытай үшін алғанда қандары тасып тұрған, өмірдің ашты суығын көрмеген, тау келсе сүзетін, тас келсе шайнайтын, және Қытай компартиясының үркіту қорқытуынан қорқа бермейтін, аузы күймеген жастар деген сөз. Ал бұл аузы күймеген жастар не істейді? Қоғамда төңкеріс тудыруы мүмкін. Себебі Қытайда коронавирустың кезінде карантин жариялаған кезде карантинға бірінші болып қарсы тұрғандар зауыты жабылып қалған зауыт қожайындар емес еді. Карантинға бірінші болып қарсы тұрғандар фабрикалары жабылып қалған, қонақ үйлері жабылып қалған, немесе бизнесі жүрмей қалған дүкен иелері, өндіріс иелері емес еді. Себебі олар қоңынан ет кесіп алсаң да былқ етпей отыра беретін, өмір көрген, қақты соқтыны көрген, ыстық суықты көрген, аузы күйген, коммунистердің жауыздығын, зұлымдығын білетін әккілер еді. Және осы коммунистердің ұзақ жылдық фильтрден өткізіп, сүзгіден өткізіп, тек жаңа бас көтергеннің басын шауып, көзін алайтқанда түрмеге қамайтын түзімінен кейін бұлар әбден қу болған. Жаңағы қатынын сұраса, қатынын, қызын сұраса, қызын беретін нағыз арсыздар, тек тірі қалсам болды дейтіндер еді. Сондықтан олар завод ашты, өндіріс ашты, қонақ үй ашты, дүкендер ашты, ресторандар ашты, неше түрлі бизнестің көрігін қыздырды. Бірақ Қытай коммунистері олардың бизнесін тұқыр жылатып, тақырға тақап жібергеннің өзінде де олар ләммим деген жоқ. Заводтағы жұмысшылар да карантин кезінде заводтарды жауып, оларды заводның ішінде немесе жатақханаларда карантиндеп ешкіммен араластырмай жабық ұстаған жағдайда да мәу деген жоқ.
Қытайда Маркс айтатындай жұмысшы табы қалыптасқан жоқ. Көтеріліске шығатын, ереуілге шығатын жұмысшы табы қалыптасқан жоқ. Енді сол кезде басы піспеген, аузынан анасының сүтінің дәмі кетпеген, бірақ ержеткен, азаматтық жасынан асқан, бірақ өмірдің қақты соқтысын ыстық суығын көрмеген студенттер ақ қағаз қозғалысы дейтін қозғалысты бастады. Бұл қозғалыс бүкіл Қытайдың қалаларын шарпыды. Шошып кеткен Ши Цзиньпин 3 жылдан артық уақыт жалғастырған карантин түзімін бірден бекерлеп, халықты бірден ашып жіберді. Міне сол кезде Қытайдың халқы коронавирустан қырылды. Жұрт ойлайды, басқа жерде ондай көп қырғын болмады ғой деп. Бірақ Қытайда сұмдық қырғын болды. Енді қараңыздар. Енді бұл оқу бітірмеген, биыл бітіретін 12 миллион. Былтырғы оқу бітіріп жұмыссыз қалған 8 миллион. Ары қарай санай беріңіз. Оның алдыңғы жылғы 6 миллион, оның алдыңғы жылғы 5 миллион, оның алдындағы 4 миллион оқу таба алмай, жұмыс таба алмай жүргендер. Бұлардың барлығы Қытай қоғамында нөмірі 1 қауіпті бомба болып тұр. Ши Цзиньпиннің соғыс ашам деп отырғаны осы. Себебі тарихтан бері империалистер және осындай шексіз билік иелерінің бір ғана тәсілі бар. Қоғамда ішкі қайшылық асқынған кезде, ішкі қайшылықты шешудің жалғыз жолы мәселені шешу емес, үнемі мәселені басқа жаққа аудару. Мемлекеттің бүкіл ресурсын қолына алып, шексіз билікті бір орталыққа шоғырландырып, соғысты ашып жібереді. Мемлекетті әскери жағдайға өткізеді. Ол кезде ереуіл, сереуіл, анау, мынау, адамдық құқық, садамдық құқығының бәрі тасталқан болады. Яғни мемлекет ерекше жағдайға өтеді. Бұл диктаторлардың тағын сақтап қалатын тарихтан бері кәнігі ескі қанды тәсілдері. Енді қараңыздар. Бұл студенттер Ши Цзиньпиннің бірінші қаупі. Тұтас Қытай қоғамындағы бірінші бомба. Екіншісі, дәл қазір, мынау кедендік саудадан, әсіресе Американың тарифінен аңырап жылап жатқан орта буржуазияда Қытай коммунистер үшін алғанда екінші қауіп. Себебі Қытайдың ішкі әлеуметтік желісін барлап бақылап отырып, оны Твиттерге көшіріп салып отыратын шетелдегі Қытай танушылардың Твиттердегі жазбаларын кеше де, бүгін таңертең де көрдім. Онда айтуында Қытай ақпаратты барлау бақылау мекемесі, яғни Қытай ұлттық қауіпсіздігінің арнайы әлеуметтік желіні бақылайтын күштері мүлде салданған халге түсіп қалған. Неге? Кімді ұстайды? Кімді қамайды? Кімнің аккаунтын жабады? Үлгіре алмайды. Себебі ана жақта зауыттарда, фабрикаларда жұмыс істейтін зарлаған жұмысшылар. Міне зауыт жабылды, ауылға қайттық, тағы да демалыс болды дейді. Қытайдың ана жаңа жыл мерекесі, көктем мерекесі болды. Биылғы екінші көктем мерекесі болды. Ауылға қайттық, алақай, алақай. Бірақ ауылға барғанда ағаштың қабығын жейміз ба, шөптің тамырын сорамыз ба деп жатыр. Бұның қайсысын жауып үлгереді? Тұтас пойыз вокзалдары, алыс аралыққа жүретін авто вокзалдар, авто бекеттері тұтасыменен чемодандарын сүйреп ауылдарына қайтып жатқан жұмысшылар. Ал Шэньчжэн қаласы, Гуанчжоу қаласы, Дунгуан қаласы, Чжухай қаласы, мынау Зhejiang Jiangsuдағы тауар өндіретін, жеңіл желпіт киім кешек өндіретін Иу қаласы, және тұрмыстық техникаларды өндіретін Уши қаласы. Бұлар тұтасымен сеңдей соғылысқан, ауылына қайтқан және ауылына қайтқысы келмей жұмыс істеген Қытайдың жас және орта жастарына толып қалған. Бүкіл ел депрессияда, бүкіл ел қайғыда. Неге? Америка кедендік салықты 145%-ға көтеріп жібергенде Қытайдың зауыттары, әсіресе Америкамен жұмыс жасайтын зауыт. Және сөздің шыны керек, Қытайдағы бүкіл зауыттың 3-тен 2-сі Америкаға арналған тауар өндіреді. Әлгілер жабылғанда қалған. Енді әлгі Америкаға арналған тауарларды өндіретін қаладағы зауыттар жабылған кезде, сол зауыттың адамдарымен жұмыс жасап отырған ресторандар, сол зауыт
өнімдерін шетелге Америкаға тіке экспорттамаса да, соларға керекті шикізаттарды немесе басқа қажетті өнімдерді өңдеп жеткізіп отыратын компаниялар, сервис жасайтындар, ресторандар, көңіл көтеру орталықтары, қонақ үйлер тұтасымен қаңырап қалған. Сөйтіп, Қытайда енді үлкен атомдық бомба сипатындағы қоғамдық жарылыс дайындалып жатыр. Күн өткен сайын, бір күн өткен сайын, 2 күн өткен сайын, 3 күн өткен сайын, Қытайдағы бұндай сұмдық сұрапыл қоғамдық қайшылық асқынған үстіне асқынып барады. Енді бұны шешудің жалғыз жолы не? Қытайдың Аппасиялық бағыттағы Шиге қарсы Қытайдың Тайзыдаң дейтін саяси күштер, яғни бұрынғы Мау кезіндегі, Дың кезіндегі жаңағы коммунистердің балалары, кейінгі Дың кезінен бастап Жаңзы мен Хужидау кезінде байып шетел асқандары менен Қытайда қалғандар, үлкен байлық иелері, бұлар Ши Цзиньпинді аудара ала ма, алмай ма деген мәселе. Енді әлгі Ши Цзиньпиннің жария болып кеткен, енді аудандық деңгейдегі кадрларға дейін оққаннан кейін әрине оның құпиялығын сақтау қиын болады. Ши Цзиньпиннің әлгі жарияланып кеткен құпия құжатынан бір нәрсені байқадыңыздар ма? Ол Ши Цзиньпин осығанға дейінгі шетелдегі Қытай демократтары болжағандай биліктен айырылып қалды деуге келмейтін көрінеді. Мен үнемі айтам, Қытайда Ши Цзиньпин билік ұстап отыр ма, жоқ биліктен айырылып қалды ма? Оны ешкім білмейді деп айттым. Ешкім білмейді. Бірі Құдай біледі, бірі Қытайдың өзі біледі. Енді осы құпия құжаттың таралуына қараған кезде Ши Цзиньпин әлі де партияның билігін, әскери билікті, үкіметтің билігін, 3 билікті қолына әлі де ұстап отырған көрінеді. Себебі құпия құжатта Ши Цзиньпин жолдасты ядро қылған, Ши Цзиньпин жолдасты сентр қылған партия орталық комитетінің айналасына тығыз топтасып, марксизм, ленизм, Маудзедоң идеясын жүзеге асырып, Американың әлемдік экономикадағы жетекшілік және алпауыттық өз білермендігін күл талқан қылу жолында ұлы марксизмдік, социализмдік идеологияны бүкіл адамзатқа жеткізуге және Америка капитализм менен Еуропа империализмінің езгісінде тыныс ала алмай қиналып жатқан бүкіл зұлымдықтағы адамзат баласын азат ететін ұлы арманды жүзеге асыру дейтін, мынау естігенде өне бойың тітіркенетін коммунистердің сасық сөздері мен сасық армандары тура құжаттың ішінде жазылған дейді. Енді ойлаңдар, бұлар бүкіл дүние жүзін азат қылмақшы екен. Енді мына коммунистердің сөзін қараш, бүкіл дүние жүзін жаулау дегенде бұл немелер бүкіл дүние жүзін азат қылу деп отыр. Енді осыдан ақ ойлай беріңіздер, бұл әңгіме үлкен әңгіме болып тұр. Кедендік салықтың басталғанда қанша күн болды? Трамптың билікке келгені януардың 20-сы ғана. Януардың 20-сынан февралдың 20-сына дейін 1 ай болды. Февралдың 20-сынан марттың 20-сына дейін 2 ай болды. Марттың 20-сынан сәуірдің 20-сына, бүгін сәуірдің 15-і болды. Міне, сәуірдің 15-і. Енді 5 күннен кейін 20 болды. Трамптың билікке келгенде әлі толық 3 айға жеткен жоқ. Міне, көрдіңіз бе? Януардан февралға дейін, февралдан мартқа дейін, марттан апрельге дейін. 3 айға да жеткен жоқ. Трамп билікке келгеніне 3 айға жетпей, 3 айға әлі 5 күні бар. Міне Қытайдың күл талқаны шығарып отыр. Демек, бұл арада үлкен әңгіме басталған тұр. Енді Қытай туралы тақырыбымызды онлайн сұрақ-жауап бөлімінде қайтадан айтпаған бірнеше ақпаратымызды толықтырып айтамыз. Енді орыс-украин арасына келейік. Қазір Твиттерде жазуынша алда майдың 9 күні болатын Москвадағы үлкен парадқа украиндар таңғажайып тосын сый дайындап отыр дейді. Украинаның өзі зерттеп жасаған Лонг Нептуны дәл сол 9 май күні Москвада Қызыл алаңдағы парадта
төбелерінен жаңбырша жауады деп отыр. Бірақ бұл ақпараттарды таратушылардың барлығы Twitterдегі белгісіз адамдар. Ресми адамдар бұндай ақпараттар таратпайды. Бірақ бұл ақпараттарды өтірік дейін десең, Зеленскийдің Мәскеуді, Кремльді, Қызыл алаңды бомбалауына дәл қазір ешқандай кедергі жоқ. Ол енді Американың қабағына да қарайтын Зеленский емес. Себебі Трамп екеуінің арасы кетісті. Енді ол маған қаймарысыңды атуға рұқсат бер деп Байден шалдың алдында жалтақтағандай, Трамптың алдында жалтақтамайды. Себебі екеуінің арасы кетісіп қалды. Тіпті Трамп Орыс-Украин мәселесінен өзін бір жолата алып, бірің өліп, бірің қал, мен жемеген қарын боғымен пыссын деген ұстанымды ұстанып отыр. Яғни Украинға да, Орысқа да Трамп бірің өл де бірің қал деді. Бірақ Украина далада қалды ма? Далада қалған жоқ. Біріншісі, Украинаны Еуропа қолдап жатыр. Енді қараңдар, жұрттың бәрі білет, Украина осы уақытқа дейін миллиондық дрондық өндірісті іске қосып болды. Өзінің дроны. Made in Ukraine. Екіншісі, оның Long Neptune дейтін. Петербор мен Москауға тіке жете алатын және жойғыш қуаты өте қуатты зымырандар бар. Екі. Бірақ сіздер Long Neptune мен Қырымның көпірін жарыпты, ананы жарыпты, мынаны жарыпты деген сөз естідіңіздер ма? Естімедіңіздер. Long Neptune'ды ату үшін Зеленский ешкімнен рұқсат сұрамайды. Ол өзінік. Қайда атады өзі біледі. Және оны сен ат, сен атпа деп Америкада, Еуропада оған ақыл айта алмайды. Зеленский өзі біледі. Демек, 9 майда Мәскеуде болатын парадқа аталмыш 1945 жылы 9 майда аталмыш Совет одағының Гитлер фашизмін жеңген сол жеңіс күнгі парадына, енді есептей беріңіздер, 45 жыл. 45 жылдан 2000 жылға, 2045 жылы болса 100 жыл болады. 2025 жыл деген 20 жылы кем. Сонда 80 жылдық. Сонда жеңістің 80 жылдық. Әдетте коммунистер бірдеңкенің 5 жыл